бизнесі бар адам көп болуы мүмкін, бірақ кәсіпкер болмауы мүмкін да ол. Осы кәсіпке қадам басқысы келетін, жеке бренд қалыптастырғысы келетін жандарға бір 3 қағиданы айтыңызшы. Осындай қағиданы ұстана қойшы деген сияқты. Бірінші айтатын қағидам жас қыздарға уақытты өткізіп, таңнан кешке дейін тиктокты қарап, ұйықтап, күнімен әйтеуір бір күнім өтсе болды деп, ана жерде мына жерде жүрмей, қара, айналаңа қара. Саған бір болады ғой, соған ұқсағың келетін, сен қызығатын бір салада жүрген бір мықты маманға қолына барып, қандай ақша десе де, тегін десе де жұмысқа тұр. Неғұрлым ертерек сен бастайсың тәжірибе алып, соғұрлым сен ертең жолың да, жасайтын дүниең де, тәжірибең де, кәсіпкерлігің де барлығың жақсы болады бірінші кезекте. Сосын бір обучение басқа нәрсеге қарағанда, кәдімгідей процесте жүріп, біреудің қолында жұмыс жасап, үйренген әлде қайда бөлек. Өйткені көбінде теория басқа, практика басқа. Бисмиллах, баршаңызға сәлем. Бізде кезекті подкаст. Сапалы өмір сүру бұл өзіңді еркін сезіну, жаныңды жылы нәрселермен толтыру, денсаулығың мен ойыңды күту. Одан бөлек жүрегіңе жақын жандармен шынайы бірге болу. Бұл өмірді нәзіктікпен сезініп, оны шексіз бағалай білу бөлек дүние. Ал бүгінгі подкастта дәл осындай өмір сүріп жатырған, жалпы енді қазіргі таңда көптеген әлеуметтік желідегі өмір мен жеке өмірлер бөлек болып жатырады да. Бүгінгі таңда сіздер біріңіз танырсыздар, біріңіз танымарсыздар. Өзім жеке танитын жанды басқа бір қырынан таныстырғалы отырмын. Алла қаласа, бүгін біздер жеке бренд, кәсіпкерлік және инвестиция, әйел адамдардың тұлғалық дамуы бойынша сөйлесетін боламыз. Бүгінгі подкастқа келген жан, ол менің ұстаздарымның бірі, жеке бренд, бизнес жүргізу, инвестиция, жалпы тұлғалық дамуыма ең үлкен үлесін қосқан жандардың бірі. Сонымен қатар ол кісі Қазақстандағы танымал брендтің негізін қалаушы, тіпті менің өзімнің жеке брендімнің негізін қалауға ат салысқан танымал тұлғалардың бірі. Бүгінгі кәсіпкерлік, әйелдер үшін қаржылық тәуелсіздік, инвестиция, өзін-өзі дамыту туралы ашық сөйлесетін боламыз. Лаура ханым, қош келдіңіз. Қош келдік. Енді мен сізді жақыннан танимын, сізді бүгін Алла қаласа басқа қырыңыздан ашуға тырысамын. Сіз енді көбінесе бір нәзіктік, әйелдердің денсаулығы, сондай бір қырмен танып қалды ғой көпшілік. Ал енді бүгін сізді басқа бір қырыңыздан ашуға, себебі мен өзінің қасыңызда жүріп, көріп білгендерім бойынша бөлісетін боламыз көрермендермен. Өзіңізді таныстырып кетсеңіз. Шынында да Гүлзок, бүгін сен мүлдем басқа. Бұрынғыға қарағанда менен шынында да бұл тақырыпта осыған дейін ешкім сұрамаған, сұхбат алмаған. Сен осындай бірінші адам болып отырсың. Алла бұйыртса. Енді мен өзімді таныстыратын болсам, мен Лаура Сейітбек, енді ылғи айтып жүрміз ғой, негізгі жасайтын нәрсем, менің негізгі құндылығым бұл өмірдің сапасын арттыру. Менің қандай жобам болмасын, қандай жасап жатқан дүниелерім болмасын, түбі айналып келген кезде сол өмірдің сапасын арттыруға, жақсартуға бағытталған дүниелер. Осы құндылықтың арасында басында 2018 жылдан бері жұмыс жасап келе жатырмыз ғой, дәл осы дүниеге. Білесің, Лаула академия қыз келіншектерге даму, тұлғалық даму тұрғысынан білім берілетін академиямыз негізін қаладық 2018-де. Соның негізінде 2021 жыл өзің білесің, әйелдің денсаулығы, сапасы, профилактикасына өзінің үлкен үлесін қосатын Лаулайн брендінің негізін қаладық. Бұл яғни Лаулайн өнім әйелдерге, қыз келіншектерге арналған профилактикалық емдік өнімдер. Сонымен қатар енді осы әйелдердің ары қарай дамуы, коучинг саласы, тұлғалық даму, кәсіпкерлік деген дүниеде ары қарай сондай сұраныс туып жатыр. Өйткені бір кездері енді білім алып бастаған қыздар енді басқа бір деңгейге өсіп жатыр да. Жалпы енді сол, мен ары қарай қалай Сізді біздер сапалы өмірдің амбассадоры ретінде танимыз. Бірақ сіздің кәсіпкерлік жолыңыз, өзіңіздің жеке тұлға болып дамуыңыздан бөлек кәсіп жүргізудегі негізгі факторлар туралы білмейді да көптеген оқырмандар. Ал сіз осы кәсіпке қалай келдіңіз? Өзіңіздің брендіңізді шығардыңыз. Ол Лаулайн бренді қалай дүниеге келген бренд? Енді кәсіп деген кезде біз бұл кәсіпкерлік негізі
сол лаулайннан ғана басталған жоқ менде, не болмаса жаңағыдай лаула академиядан да басталған жоқ. Ол кезде біз Алматы әйелдер орталығы болдық, көпшілік қыздар, енді біз солай таниды ғой. Ол қыр оған дейін негізгі мамандығым журналист қой, негізі телеарнада, хабар телеарнасында жұмыс жасадық. Одан кейін барып 2012 жылдан 17 жылға дейін сол шамасы аралықта Қайрат Нұртастың мен атқарушы директор болдым компанияда, неде үлкен жобаларды жасадық. Ол жерде көбінде менің қызметім, жасаған дүнием ол стратегия жағы болды. Яғни ол жерде менде өзімде жалпы нақты стратегия, Қайратты тұлға ретінде өсіру, тек қана әнші емес, онымен де жаңағыдай билікте санасатын, қоғамға да бір пайдасын да айтатын, тек қана бір ауыл байске әнші деген сондай имиджі бар еді ғой. Соны стратегия құрып, ертең билікте санасатын, адамдар да басқаша қабылдайтын деп, сол 5 жылда сол межемізге жеттік. Мен жазып берген тексттермен, сол немен президенттің алдында да сөйледі. Қаншама шараларға, қайырымдылық болсын, әлеуметтік шараларды жасадық қаншама. Сонымен қатар шынында да кәдімгідей имидждің өзгеруіне, ол жерде бір нәрсені ескеру керек, бұл 100% менің еңбегім емес та, мен жай ғана соған стратегиямен краскасын қостым. Негізгі ол әншінің дарыны, анасының еңбегі, сол нәрсе үлкен фундамент болып жатыр ғой. Ол жай ғана мына нәрсе соны бекіте түсті да, алып келе түсті. Дұрыс бағытқа, ресурсты дұрыс бағытқа пайдалануға мүмкіндік берді. Одан кейін сол кездер мен сезіне бастадым. Мен уже бүкіл өзімдегі ресурсымды бердім, алатын опытты алдым. Маған бір сол тар бола бастады. Жаңа деңгей. Содан мен өзіме дұға да жасап жүрдім. Алла тағала маған бір сондай басқаларға көбірек пайдалы болатын, маған сондай бір өзіме қайырлы нәсіпті кәсіп берші бір деп. Бірақ өзім ылғи ізденісте жүрдім. Сол аралықта, сол Қайратпен жұмыс жасап жүргенде мен қосымша параллельді түрде тендерді игеріп, сол кезде 2015 па? 2015 жылдар ғой, 2015 жылдары тендерді меңгеріп, ол кезде барам, әйелдер жоқ ол кезде, кілең еркектер оқып жатады. Онлайн деген жоқ, офлайн барып оқитын, сондай офлайн барып оқып, тендер саласына қарап кіріп, және мен ойлаймын да, осы алдағы бір миссияларға өзі Құдай дайындаған сияқты, мен дәл жатыр мойны рагы, тест полоска деп айтады, мынандай скрининг жасайтын, сондай тест полоскалардың, сондай мед изделия деп айтады, медициналық изделиялар жасайтын, соның тендеріне қатысамын, соның ішкі кухнясын жақсырақ көбірек білемін, сол кезде неше түрлі статистикаларды білемін, және сол бәрі әсер еткен шығар. Енді ары қарай өзім іздене бастаймын, білім алам, денсаулық, болашақта қалай болады, не болады деген сияқты. Ол Қайраттан жұмыс жасап кеткеннен кейін мен Астанада, Алматыда 2017 жылы 3-ші ұлымды босанып жүріп, аяғым ауыр кезден бастап босанғанға дейін Алматы, Астана, екі қалада біз үлкен косметологиялық орталық аштық. Менің жанымда серіктестерім болды. Ол серіктестің бірі Мақпал Қаратай болды. Қазір көпшілік таниды ғой, Мақпал, Жайнар деген тағы да бір қызымыз болды. Косметологиялық үлкен орталық аштық. Кәдімгі біз Кореядан... Ол брендті біз қазір білеміз, иә? Кореядан кәдімгідей мамандарды алып келіп, сол кезде біз косметолог мамандарды оқытуды бастадық. Соның жобасында, өйткені біздің косметологиялық орталыққа өзіміздің сол кездегі методтар бойынша инструменттер, ол жердегі продукциялармен жұмыс істейтін мамандарды біз сол Кореяда мамандар шақырып, сол оқытып, былай қарап тұрсақ, оқыту, мамандық беру деген нәрсені сол кезде бастаған екенбіз да. Инстаграм арқылы, бірақ онлайн емес, офлайн. Сөйтіп өзімізге мамандарды дайындап, ары қарай да соны жалғастырып отырдық. Біраз жыл жұмыс жасадық. Осы жұмыспен қатар параллельді түрде мен бір кезде сол онлайн ақырындап біз алғаш сол ақпаратты онлайн бөліп бастаған алғаш сіздерсіздер. Иә, 2018 жылы ақырындап ең бірінші тегін марафон деп бір бастадық. Одан кейін барып 1000 теңгеге соны бастағанбыз. Негізі ол қазақ әйелдерінің жалпы рухани да, басқа жағдайда да білімге шөлдеп отырған кезеңі еді. Бәрі офлайн болды. Офлайн мастер-класстарда жасап жүрдік та, сол кезде бастадық қой. Былай қарап тұрсаң, енді бұның бәрі неден шығып жатыр? Кәсіпкерлік деген нәрседен шығып жатыр да. Кәсіпкерлік деген нәрсе
ол сен отырып бір күні кәсіпкер болып ояна салатын дүние емес та. Не болмаса мен мынандай ашамын да бизнес бастаймын да кәсіпкер болып кеттім деген нәрсе емес. Ол кішкентай тәжірибелерден сенің жасаған әрекеттеріңнен бір жинақталатын дүние да ол. Ол бизнесі бар адам көп болуы мүмкін, бірақ кәсіпкер болмауы мүмкін да ол. Кәсіпкер деген нәрсе ол бөлек дүние, ол тәжірибесі бар, ол хабары бар, ол қаншама тәжірибеден өткен, ол тіпті кейде сәтсіздіктер болса да құлап қолын сілтеп қоя салмаған, қайтадан тұрып жасаған деген сияқты, ол тәжірибеде піскен адамды кәсіпкер деп айтуға болады. Жалпы әпке, енді қазір жеке бренд бойынша сіздің жеке брендіңіз сол кезде қалыптасып кетті ғой, бірақ сізде қаншама еңбек жасағаныңызды біз енді біліп жатырмыз да. Мен білгенмен көрермендер енді біліп жатыр. Осы кәсіпке қадам басқысы келетін, жеке бренд қалыптастырғысы келетін жандарға бір 3 қағиданы айтыңызшы. Осындай қағиданы ұстана қойшы деген сияқты. Бірінші айтатын қағидам жас қыздарға уақытты өткізіп, таңнан кешке дейін тиктокты қарап, ұйықтап, күнімен әйтеуір бір күнім өтсе болды деп, ана жерде мына жерде жүрмей, қара, айналаңа қара. Кім бар? Саған құндылығы сай келетін, саған бір болады ғой, соған ұқсағын келетін, сен қызығатын бір салада жүрген бір мықты маманға қолына барып, қандай ақша десе де, тегін десе де жұмысқа тұр. Сылтау айтпа. Мен қазір оқып жүрмін, мен қазір университетте сабағым бар, оқуым бар, мен соны бүйтіп алайын. Оның бәрі сылтау. Мен айтайын, университетте оқуымды бітіріп, күшті білім алып, бітіргеннен кейін бір күшті жерге жұмысқа тұрып, мықты маман болып кетемін деген адам тұрақтап, қанша жылын бос өткізді деген сөз. Сен оқуға түскеннен бастап бітті сенің, кәдімгідей оқуға түскен емес, тіпті бар ғой, 17-16 жастан бастап адам қазір онлайн, ол біздің кезіміздің қағидасы бұл да. Жаңа университетке түскеннен кейін әрекет жасау деген. Қазіргі заманның қағидасы, сен оқу білесің бе, сен жазу білесің бе, сен онлайнды кішкене меңгердің бе, бітті, қолдан мүмкіндікті. TikTok бар, Instagram бар, YouTube бар, қалай онлайн мынадан сабақтар бар да. Соның барлығын кішкене неғұрлым ертерек сен бастайсың, тәжірибе алып, соғұрлым сен ертең жолыңда, жасайтын дүниеңде, тәжірибеңде, кәсіпкерлігіңде барлығын жақсы болады бірінші кезекте. Ал енді өйстіп бастамаған, бірақ декретте отыр, баламен отыр, әлі бастап үлгермеген жандарға да айтатыным, ең бірінші бәрібір найымға жұмысқа бару керек. Яғни найым деген нәрсе біреудің жұмысқа тұру, бұл әлдеқайда арзан. Өйткені бізде қазір мынандай үлкен нәрсе бір насихатталып кетті да. Вот сен өзіңе жұмыс жаса, өзің істе, өзің бүйтіп ақша тауып кетесің деген нәрсе. Ешқандай тәжірибең жоқ кезде сен олай өзіңе жұмыс істеп кету, бұл біріншіден үлкен риск, үлкен стресс, әсіресе әйел адамға. Оның тәжірибесі жоқ, оның нақты бір стратегиясы жоқ, оның хабары жоқ та, оған ондай тәжірибе өте қымбатқа түседі. Ақша жағынан да, моральдық тұрғыдан да, стресс тұрғыдан да. Келісемін. Сондықтан да нақты бір кәсіп бастаймын дейсің бе, барып жұмысқа тұр. Қара, үйрен, бұл үлкен тегін мектеп. Сосын бір обучение басқа нәрсеге қарағанда, кәдімгідей процесте жүріп, біреудің қолында жұмыс жасап, үйренген әлде қайда бөлек. Өйткені көбінде теория басқа, практика басқа. Үшіншісі тәуекел ете алу. Міндетті түрде сәтсіздіктер болып қалады. Бірінші сәтсіздіктен беріле салып, менің қолымнан түк келмейді деп қорқып отырмау. Немесе менің қолымнан бизнес жасау келмейді деп қорықпау, ол нәрсе кез келген адамның қолынан келеді. Біріншіден қорықпау, екіншіден сәтсіздіктерден қорықпау, оны тәжірибе деп санау, және менің қолымнан бизнес келмейді деген адам, ондай жоқ негізі. Бәрінің қолынан келеді. Жай ғана ол адамға білім жетіспейді, ол адамға білім жетіспегеннен кейін сенімділік жетіспейді, қорқады. Сол нәрсені қорықпай, кішкентай қадамдардан бастай беру керек. Қорқыныштан, тәуекел ете білу керек. Үшінші ең үлкен ресурс. Тәуекел деген жерде енді мен мынандай нәрсе айтқым келіп тұр сізге. Мен де тәуекелшілердің қатарындамын, Алланың қалауымен. Сіз де дәл солайсыз. Неге? Себебі мен ең алғаш 2023 жылы 2 жанмен келсем, үлкен суммада инвестор іздеймін да. Сөйтіп, бірінші адам ертең кездесейік, давайте Гүлзок деп айтады. И сол күні сіз боласыз, Алланың қалауымен. Сол кезде сіз 5 минутта үлкен қомақты суммаға инвестор болуға шешім қабылдайсыз.
Сіз енді былай тұлғалық даму, кәсіпкерліктен бөлек инвестор, меценатсыз, иә? Сол жағынан айта кетіңізші, тәуекелділікке сіз қалай бел буасыз? Қандай бір тұжырымдарға байланысты шешім қабылдайсыз? Гүлзок, енді ол сенімен болған оқиға, ол индивидуальный нәрсе да, ол көзсіз тәуекелділік та болмайды. Кейде жаңағы бір анализ жасамай, көзсіз бір нәрсеге сеніп кете беру де дұрыс емес ол нәрсе. Жалпы енді ол білесің, мен сенен бәрін сұрақтарды қарадым, өйткені мен оған дейін сені білем. Оған дейін бір ақпаратым бар. Ол кезде де сұрақтарды қойдым. Жарайды деп келісіп шешім қабылдағаныммен ары қарай процесте өзің білесің, барлығы заң жүзінде, барлығы мен сені танимын, білемін, екеуміз таныспыз ғой деп қолға ұстата алып емес, білесің, ресми түрде бүкіл құжаттар жасалды, барлығы бекітілді. Яғни бұл көзсіз тәуекел емес. Негізі көбісі солай қателеседі кейде. Яғни договор жасалды арамызда, қағаздардың бәрі бекітілді, ресми түрде оның барлығы жасалды. Шешім қабылдадым, бірақ көріп тұрмын, потенциал, анализ жасадым іштей бір деген сияқты. Одан кейін өзіңе деген сенім бар, кез келген адамға ондай емес. Дегенмен арғып одан кейінгі процестің барлығы кәдімгі тәртіп бойынша жасалды ғой. Бұл уже көзсіз дүние емес та, бәрі өлшеумен, және ол нәрсе дұрыс дүние. Дұрыс кәсіпкерлер керісінше тіпті өзінің күнде қасында жүрген жанмен де бір іскерлік келісімге келіп жатса, оны құжат жүзінде бекітуге, тіркеуге, не болмаса қол қойдыруға, қысылмау керек. Керісінше қысылатын адам немесе тіпті осы жерде инвестор болғысы келетін адамдарға, сондай адамдарға бір лайфхак айтайын да. Сіздің алдыңызға келді, тіпті немесе жақыныңыз сізден сондай инвестиция сұрап отыр, инвестор болуды сұрап отыр, және сіз соған байланысты ресми құжат дүние туралы айтқан кезде ол адам өзіне оны дұрыс емес қабылдап, сонда маған сенбейсің ба? Екеуміздің арамызда сонда лайық жасай салайық та деп айту, ол адаммен ондай қарым-қатынас, іскерлік қарым-қатынас жасамау керек деген бірінші сигнал. Демек ол адам түсінбейді ол нәрсені. Ол кәсіпкерлік мышлениясы әлі қалыптаспаған. Сондықтан ондай абай болу керек та, ол тіпті бірінші сигнал, оны қысылмай, ренжіме маған, өйткені көбісі неден қорқады? Қарым-қатынасты жоғалтып алудан қорқады да, енді арадағы отношениясын. Сол үшін келіседі жарайды деп. Бірақ түбінде сол келісім ана екеуінің қарым-қатынасының түбегейлі быт-шыт болып қайта қалыпқа келместе бұзылуына алып келеді. Ал керісінше құжат жүзінде бәрін рәсімдеу, дұрыстау, екі жаққа да жауапкершілік артады, және оны уақытылы бітіп, екеуінің арасындағы қарым-қатынастың дұрыс болуына қайта ол кепілдік болады. Керісінше сондықтан осы жерде көріп отырған қыздар, келіншектер, мүмкін ер адамдар да болар, керісінше қағаз жүзінде бәрін бекіту, реттеу, бұл дұрыс қарым-қатынасты сақтап қалудың кепілі қайта. Тіпті біздің шариғатта да қарыз берген кезде, тіпті Құранның аяттарында келген, оны жаңадай екі куәгермен жазып бектіңдер деген нәрсе бар да. Сондықтан ол нәрсенің өзінде береке бар демек. Дұрыс сол. Одан бөлек менің есімде қалғаны, сіздің сұрағыңыз маған болды да, бұл қандай мақсатта? Ниетің қандай? Мен сол қандай нәрсеге себепкер болайын деп жатырмын деген сұрақтарыңыз есімде. Себебі 2 жыл бұрын бастаған кәсібіміз қазір үлкен деңгейге шығып, сіз себепкер болып, масштабқа шықтық деп айта аламын да. Біз халыққа пайдалы болу арқылы сізге де сауап жазылып жатыр қазір Алланың қалауымен. Осындай бір сіздің критерийіңізге мен қатты мән бердім. Енді бұдан бөлек бізде енді үлкен суммада деп айтайыншы, мектептің құрылтайшысы болу, оған қалай шешімге келдіңіз? Қандай бір тағы бір осындай сауапты іс қой? Қарап айттым ғой жаңа, құндылықтар. Кез келген адам жалпы бір бағытта дамығысы келсе, өзінің бір құндылықтары шығу керек та ол адамның. Жалпы ол адам өзі қандай, тұлғалық қандай, нені қалайды, не нәрсеге ұмтылады. Сол бір құндылық анықталған кезде, оның жасайтын жобалары, тіпті жаңағыдай қолғабыс ететін, немесе қатысы болғысы келетін жобалар да менің құндылығыма сай болу керек. Менің құндылықтарыма шығып кетпеу керек ол нәрсе. Өйткені ондай кезде мен өзімді жайсыз сезінемін. Ондай кезде мен ол нәрсеге бір энергиямды да, басқа нәрсені де бергім келмейді. Жалпы тіпті менің құндылығыма келмесе, мен аулақ жүремін ол нәрседен. Сол үшін де, дұрыс айтасың, оны тіпті мен қазір ұмытып кетіппін. Не нәрсе, қандай нәрсе жұмсалады, түбі қандай. Өйткені әрбір сен қатысың бар дүниеден ертең сен сұраласың.
ол нәрсе саған не сауап әкеліп тұрады, не ақыретіңізді де иә ойлап жатсыз ба? күнә алып келіп тұрады да. Сондықтан және ол құндылығыңа сай болған кезде оның берекесі болады. Саған ғана емес, ол адамға да. Мүмкін біреу білмейтін шығар. Кейбір нелерді айтамын, иә, мынау түбі мынандай болған кезде де түбі мына нәрсеге себепкер болып кетуі мүмкін, сондықтан бұл керек емес. Есіңде ме, бір проектке отказ бердік солай. Иә. Сол сияқты мектепте біздің құндылығымыздағы дүние, өйткені біз білім беріп жатырмыз. Жолдасым екеуміз кейін биылғы жылды біз отбасының құндылығына арнаймыз дедік қой бірге. Өйткені көрдің ғой, соңғы жылдары біз ажырасудан екінші орынға шығып кеттік. Сондай кездерде біз мысалға жоба бастаған кезде бірінші кезекте оның пайдасы емес, сондай бір жобаларымыз болады. Жолдасым екеуміз айттық та, осы біздің отбасы стратегиясы атты жобамызды бір екеуміздің отбасымыздың атымыздан берілген бір садақа сияқты жасайықшы. Өйткені екінші орынға шығып жатырмыз, адамдар ажырасып жатыр, жалпы отбасылық құндылық деген төмендеп жатыр, құлдырап жатыр. Жаңағыдай әйелдер дамып күшті болып кетіп жатыр, еркектердің бір рөлі төмендеп кеткен сияқты, бір өмірінде жоқ сияқты болып кетті ғой солай, иә. Отбасы бірге бөлек-бөлек болып кетті да бәрі. Ал сондай отбасымен бірге жасау деген нәрсені бір трендке айналдырайықшы деп бастаған болатынбыз да сол жобаны. Және түбінде бір сондай дүниелер тұрады, және соның бір берекесі өзі бүйтіп кете береді реттеліп та. Сол сияқты мектепте ол отбасы болатын болса, оған фундаментті бала мектепте алады. Қазір біздің қоғамда болып жатқан көптеген кикілжің, дұрыс емес дүниелердің барлығы сол мектептің табалдырығында жүрген кезде балаларға дұрыс құндылықтар сіңірілмегені, немесе оларды жай ғана коммуникацияға үйретпегеннен ғой, мысалға да. Ол қызбен қалай сөйлесу керек, оған қалай сыйластық білдіру керек, қыз ұлға деген сияқты қалай сыйластық білдіру керек білмейді. Ертең отбасы болған кезде сол нәрсе қалыптаспай, үйрене алмай қаншама кикілжің дүние болып жатады, жауапкершілік сезінбейді деген сияқты. Сол жағынан бір жағы, енді сен бір инвестор болған кезде оның жүруіне, оған бір үлес қосқың келеді, идея айтасың. Жай инвестор болған жоқпыз, біз жолдасым екеуміз арнайы бағдарлама дайындап, мектеп оқушыларына айына бір сондай коммуникация, тұлғалық даму, өзіне сұрақ қойып үйрену, басқа адаммен шекараларды қалай сақтау, сонымен қатар ұлдың жауапкершілігі, ұлдың тәрбиесі, соған байланысты программаларды жасақтап, соны өтуге істеп қойдық та. Енді бір түбі айналып келген кезде бұл да сапалы өмір. Өйткені қоғамды сапаландыру, сауықтыру, ертең сол қоғамда менің бала-шағам, ертең сол қоғамның ішінен біреуге менің қызым тұрмысқа шығады. Сол қоғамның ішінен мен ертең келін алам. Ертең менің немерелерім сол қоғамда өмір сүреді. Ол ауру болса, ол дұрыс емес болса, ол да әсер етеді. Сондықтан сапалы өмір, жалпы стратегия деген нәрсе ана жақты ойлау ғой. Сол тұрғыдан шыққан дүние негізі. Машаллах, өте керемет әпке. Енді мен сіздердің қастарыңызда жүріп көп нәрсені біліп алдым, үйреніп жатырмын, әлі де аламын да. Бірақ сіздің қасыңызда жүргенде менің түсінген нәрсем, сіз өзіңіздің бүкіл қолданатын өзіңізге ресурстарыңызды өзгермен артық бөліспей жатырсыз. Менің білуімше, ол да бір, мен ойлаймын, сұралатын дүние шығар депші. Себебі мен сізге шынымен де келген кезде бір на расслабоне жүріп, кәсіп жасағысы келетін әйел болып келген запроспен келгем да. Мен сізді басқа қырыңыздан танып, сіз маған коуч болып, маған арнайы жеке стратегия құрып, сол бойынша өзім жеке брендім шығарып дамыдым да. Енді қазір қыз-келіншектер бізде көп дамығысы келеді, бірақ неден бастарын білмейді. Біз енді оларға 3 қағиданы айттық. Егер де сізге келетін болса, ол адамдармен сіздің жұмыс жасау барысыңыз қалай болады? Коучинг деген қазір көбейіп кетті. Наставничество деген тіптен көп. Бірақ маған келеді, мысалы, біреуге барып 6 миллион төледім, біреуге барып 5 миллион төледім. Алданып қалады да. Яғни бір адамның құндылығын зерттемейді. Адамның білімін зерттемейді. Даже зерттеп жатсақ та, сіз сияқты оны көрсетпейтін де мамандар бар. Сол себепті осындай жандарға бір өзіңіздің алған біліміңіз коучинг, сіз де мен білемін, әр адамға жеке стратегия. Ал мен барған коучингта ондай болмаған. Бір ғана өздерінің бағдарламасы бар. Мен енді бірнеше жандардан білім алып көрдім ғой. Сол бағдарламамен жүретінбіз. Ал мен сізге келген кезде ол бағдарламаның жоқтығын көргенде мен таңғалған болдым. Не оқимыз? Қалай болады деген сияқты. Сол туралы жалпы білім берген кездегі өзіңіздің ұстанымыңыз туралы айтып кетіңізші. Енді сен ылғи ұрысатын нәрсе ғой маған. Иә, ылғи айтасың, Лаура ханым, сіз білімді бөліспей жатсыз, бермей жатсыз деп. Шынымен үлгермеймін да емес, енді жоба кейде ойлаймын да,
былтыр енді кез келген нәрседе бір ойлаймын, сен адам ылғи да бір бере беру сарқылтады да. Кейде 2018-ден бастап мысалға 2021, 22, 23-ке дейін бір тоқтамай келе жатырмыз ғой. Негізі былтыр мен өзіме 1 жыл уақыт бердім. Бәрін тоқтатып, ақырындап, темпке түсіп, саралап, алған білімдерін сол қатты сол білім алуға тағы да деңдедім. Енді негізі шын мәнінде маған ана продюсер құрбыларым да ұрсып жатады, жаңағыда контент жүргізетін, сен оқып жатқаныңды, алып жатқаныңды көрсетпейсің көп жағдайда деп. Шынымен енді ол мен кемшін кейбір тұстарым ғой. Қандай білім алсам да бизнеске байланысты, басқа нәрсеге байланысты. Сосын менде мынандай нәрсе ала салып мен бере саламайды екенмін. Өзіме әбден қолданып, мына өнімдерді болса да, мысалға менің өнімдерімнің арасы 1 жылдан сондай да тарсылдатып шығара беруге болады ғой, әйтпесем. Бірақ бәрін тексеріп, әр деталіне дейін ойластырып, алған білімдерімді де солай қарап, көріп, өзім инструмент ретінде әбден қолданып көргеннен кейін кейде мынандай болып қалады енді. Өзімнің ресурстарымды, уақытымды, сол энергиямды өзіме салған тиімдірек болып тұрады да. Өзімнің Ол да жобаларыма, бар, бірақ біз сияқты проекттеріме. жандар бар ғой, мен ақыңызды төлейінші, уақытыңыздың Иә. бөлсіңші дейді да. Біз сияқты Иә, масштабқа ашқысы келетін, өскісі келетін Енді жандар. сондай мен былтырлар енді менторлығыма бір санаулы орындар аштым ғой. Сол кезде ең бірінші Жылы мен болып айттым да, 3 адам аламын дедім біріншісінде. Мгм. Сол 3 адамның 2-еуі менің ең жақын адамдарымсыңдар. Мені прям іштен білетін. Біреуі сен, екіншісі Ару Сағи. Сағи. Ол тіпті мен ана студенттік шақтан біледі. Мені екінші курсымнан бастап біледі. Бүкіл өмір жолымда мен кәдімгі бүкіл кухнямды маған сол кезде бір үлкен, ол да бір сондай қуаныш болды да. Керісінше кейде сені жақсы білетін адамдар мойындамайды, келмейді, білмейді, солай ғой. Ал енді сені шынында да жақсы білетін адам Ару айтты да, Лаура, мен осы уақытқа дейін сенен қаншама былай көмек білімне алып келе жатырмын. Енді мен ақыңды төлеп, мен өстім сондай нәрсеге. Мен сондай менторлығыңды алғым келеді деп 5 миллионға келіп сол менторлығын алды. Енді жаңа сен айтып жатқан бағдарлама, иә, менде жалпы мен өзімнің инструменттерім бар, бірақ мен кез келген келіншекті, қызды әкеліп бір неге салмаймын, шаблонға салмаймын. Өйткені мысалы ойлашы, сен бір врачқа барасың, ол саған отырады да басқа біреудің протоколын алып саған жасайды. Саған ол дарымайды ғой. Өйткені сен бөлек адамсың, бөлек тұлғасың, бөлек организмсің. Сондықтан мен бірінші кезекте келген қыз келіншектерге мен стратегиялық сессия жасаймын. Ол зерттеу, ол қарау, ол нені қалайды, оның запростары қандай. Стратегиялық сессия арқылы оның точка Б-сына жететін жол картасын сызамыз бірге, иә. Одан кейін барып, егер де ол жаңағыдай жеке жұмысқа, басқаға жұмыс жасаймын деп жатса, екінші установочная сессия деген болады. Бұл бір врачқа барған кезде саған диагноз қою үшін қаншама сұраққа жауап бересің ғой. Одан кейін анализ тапсырасың. Тура сол сияқты сол адаммен біз анализ жасаймыз. Анализдің және ол жердегі ең маңызды анализ оның кәсібінің обороты, басқа нәрсе емес, адамның состояниесі. Ішкі халі, күйі сол кездегі адамның эмоция қандай күйде жүр ол. Қашаннан бері қандай күйде жүр. Ең бірінші маған ұнаған нәрсе сол болды да. Сізде ше, себебі давить етіп, давай жаса емес, стоп деген состояние дұрыс та. Иә. Байқасаң, ылғи сенімен хабарласқанда тіпті әлі күнге дейін состояниең қалай. Өйткені әрбір бізде осы нәрседе әйелдер бизнес по-женски дейміз ғой енді. Әйелдің бизнесі ол өзгеше, еркектердікі сияқты емес. Өкінішке орай, енді сенің айтатын жаның бар, қазір бізде нарықта бизнесті, кәсіпті үйрететін ылғи ер адамдар ғой. Олардың формуласы, олардың айтатын нәрсесі, көрсететін жолы негізі әйелдерге келмейді. Ол формулалар әйелге стресс береді көбінде. Керісінше тоқтап қалады. Давить ету. Не болмаса бүйтіп шауып келеді да, бәрін жасап, бір кезде келіп шаршап сүрлігіп құлайды. Выгоранияға түстім деп жатады сосын. Сондықтан ал бизнес по-женски ол мүлдем басқаша. Соны айтып беріңізші бізге, Сол көрермендерге. Ол ең бірінші кезекте состояниемен жұмыс. Мен акцентті сен қанша табасың, давай тез ақша тап, давай мынандай оборот жаса емес, керісінше. Аруды айтады ғой, мен де расслабиться етіп кеттім. Ол айтады да, Лаура, мен өзіңді айттың ғой, мен әлде қайда бұрынғы қараған кезде мен сондай расслаблені, бұрынғы кезге қарағанда мен былай қарап тұрсам аз жұмыс жасаймын, өзіме көп көңіл бөлем, бала шағам не, бірақ менің доходым азайған жоқ, керісінше өсіп жатыр. Менің негізгі мақсатым бұл маған келген қыздардың, келіншектердің уақытының 1 сағатының
құны бар ғой, соны көтеру, соған акцент беру. Мысалы сен мынандай әрекеттер жасап жүруің мүмкін, мынандай оборот жасауың мүмкін, бір оборот жасауың мүмкін да, бірақ сенің әрекетің, сенің оған құятын бүйтіп санап келген кезде сенің 1 сағатыңның құны болмашы болуы мүмкін. Ал енді басқа ел, оның 1 сағаты әлдеқайда. Оны мысалы бірінші келгендер дұрыс түсінбейді, сонда мен бір консультация бір нәрсе жасап, сон сағаттың ақшасын жоқ, олай емес. Бүкіл сенің проекттерің, жобаларың барлығын қосқанда, оның өзінің формуласы бар кәдімгідей. Сенің 1 сағатыңның құнын есептеп шығару. Маған келген кезде бірінші осыдан бастаймыз, ол да бір диагностика ғой. Кейбіреуіне ол өте больно тиіп жатады кәдімгідей. Мен сонша бүйтіп жүрмін деген сияқты да. Мен айтамын, тұр. Енді көрдің ба? Сосын ол адамда бір кәсіпкерлік мышление, предпринимательский мышление қалыптастырады. Және бір жаңа проект алатын кезде, жаңа жоба жасайтын кезде, адам уже түбінде мен қанша ақша табамын дегенмен есептемейді. Мен оған қанша ресурс жұмсаймын деген сұрақ қояды. Көп қыздардың қателігі кәсіпкерлікте, бизнесте выгорать етіп қалатыны сол. Олар выгоданы маржамен ғана есептейді. Шын мәнінде мен бұған қанша ресурс жұмсаймын деп есептеген кезде әлде қайда выгоранияға да түспейді, және минусқа да кетпейді, және түбінде ұтыспен шығады. Ал анамен есептеген кезде ол есептелмейді, қиын, және сондай қиын. Енді ол айта берсең көп, бірақ негізгі нәрсе состояниеға не үшін мән берем? Өйткені мысалы қазір адамдарда инструмент жоқ емес қой, Гүлзок. Инструменттің неше атасы бар. Тегінде айтып жатырмыз, неше білімнің неше атасы бар. Неше түрлі жаңағыдай бәрі бар ғой, былайша айтқан кезде. Қазір ақпараттан кенде емеспіз. Ақпараттың ала берекесін бір тығынын ашып қойды қазір. Бәріне қол жеткізуге болады. Неге? Бірақ біреулерде бірдеңке болады, екінші біреулерде бір нәрсе болмай жатыр. Жасай алмайды. Өйткені мәселе осы состояниеда, мышленияда. Өйткені инструмент не деген бәрі, оны балға, ара, бірдеңе сияқты да, ал сенің состояние мен мышление, мына сенің қолың сияқты. Қолдануды білу керексің. Қолың сияқты, енді ойлашы, мына қол сынып қалғанда шығып кетті қол. Шығып кеткен қолмен әр түрлі инструментті көреді. Адам қолы шығып кеткен, бірақ ол қолды салудың орнына инструмент іздеп жүреді. Так, что-то мына пышақ дұрыс кеспейді екен. Маған бұдан өткір пышақ керек. Қымбатырақ өткір пышақ керек дейді, соған барып алады. Қымбатырақ өткір пышақты алады, бірақ ол да дұрыс жұмыс жасамайды. Өйткені мынау сынық қой, мынау сенбейді ғой. Сен қандай пышақ әкелсең де. Сондықтан да ол жерде акцент осыған берем ғой. Состояниемен жұмыс. Состояние реттелген кезде шешім, әрекет өзі-ақ тез реттеледі уже. Машаллах, күшті. Мен оны өзім көргеннен кейін бөлсін деп жатырмын да. Және де мынандай дүние бар да, сізде мен көрген именно. Енді қазір қыздар көбіне, енді біз сияқты қыздар масштабқа шығам дейді, мына жеке бренд шығарам дейді. Мына жеке брендтің өзіне біз 8 ай құрамын жасадық та. Мен айтатынмын, әпке болды, жасай берейік, шығарай берейікші, уже не могу депші. Тағатсыздан сол кезде айтқансыз да, жоқ, бұның әр детальна, бана оның халал болуына, құрамның тазалығына, тіпті мынандай нәрсеге мен таңғалған кезім болған. Халал сертификатты айтсақ болмайды ма? Ала берсек пока деген кезде әпке айтқан, егер халал сертификатты мен сөйтіп алатын возможностьті көрсем, менің КМДБ-ға деген сенімім жоғалады деген кезде мен өзімнің қателігімді түсіндім да. Мен қатты өкіндім, өзімнің осындай адам болғаныма, осынша білім алып жүріп, сондай әрекет, сондай сөз менің аузымнан шыққанына қатты қынжылған кезім болған. Сол себептен мындай масштабқа шығам деген қыздарға прямо сіздің жетегіңізден ұстап, айтқаныңызды жасап, 8 ай десе 8 ай құрам жасауға кеңес берер едім. Сен қайта менен тез шығардың ғой, Гүлзок. Менің өнімдерімді 1 жылда шығарам. Сен қоймай сөйткеннен кейін 8 айға тоқтаттық қой. Оның өзінде бұл өйткені мынандай нәрсе да, бәрі асығыс қазір шынында да. Бірақ ол 2 жолы бар ғой. Бір марш бросок жасап шығарып аласың, бірақ артынан анаусы шығады, мынаусы шығады. Оның бәрі оған қандай құндылық салынды, қандай подход жасалды. Ана краткосрочный деген бар, долгосрочный деген бар ғой, Вот сіздің осы стратегияңыз маған ұнады. Біз ойлаған кезде мына жерде емес, мына көбісі қазір тез шығарып сатып жіберсем деген нәрсені ойлайды да. Ал ана жағына сен бір рет сатқың келе ме? Жоқ, әлде пайда әкелетін, және ол ниетің ғана сен сатып жіберу ма? Онда ойлан, шығару керек па, шығармау керек па ол нәрсені. Өйткені оның сен ниетіңнен сыналасың. Шығарып сатып жіберейін деген кезде сен сата алмай қаласың оны. Ниетіңді дұрыстау керек. Егер сондай дүние болып тұратын болса, қайтадан және адамдарға пайда.
бір өнімнің өзінің әкелетін месседжі болу керек қоғамға. Ал енді жаңағыдай біз енді мұсылман болғаннан кейін біздің негізгі месседжіміз ол жақсы, таза, халал өнім ғой, негізінен тұтынатын, сапалы, содан кейін формуласы бір ерекше деген сияқты, шынымен пайда келетін, ары қарай бір сәт жіберіп ой онша емес екен дейтін емес. Осы тұрғыда жаңағыдай бере салайық, бере салсын деген сияқты болмайды да олай. Өйткені шынында да мен саған айтқанымдай, мен бүкіл халал сертификаты бар өнімдердің барлығына мен күмәнмен қарап қалам. Мен ол компанияның халал дамудың жасап жүрген жаңағыдай ісінің деятельность компания дейміз ғой, соның өзіне менде күмән пайда болатын еді. Және ол жаман нәрсе да. Ондай итермелеу де басқа да күттік, альхамдулилля алдық. Тексеріссіз алуға болмайтыны да. Сол нәрсені түсіндім да. Және сіз сондай бір кәсіпкермін деп жүрген жанның, мен енді кәсіпкермін деп жүрдім ғой соған дейін, бір түсінігінің қате екендігіне және оны дұрыстауға алаң қалаумен себепкер болдыңыз да. Енді барлығы бірақ әпке бұндай бір 8 ай жұмыс жасауға, болмаса масштабқа шығуға дайын емес. Ондай жандар да бар, ал бірақ кейбір қыз-келіншектер бар, декретте отырып енді бастағысы келеді, болмаса нөлден жас қыздар дамып кеткісі келеді бірден да. Мен ондай қыздарға былай кеңес беретін, білімі бар адамнан тәжірибесі мен біліммен сатып алу намного дегенді болмайды ғой, әлде қайда тиімдірек деп айтатын едім. Мен тез дамып кеткенім, 6 баламен осындай кәсіп жасап жатқан бәрі, мен тек қана тәжірибені сатып алып отырдым. Және соны бірге бір жасап отырмын. Енді сізге сондай нөлден бастайтын қыз-келіншектер келсе, жұмыс жасау қиын болмайды ма? Жоқ, енді біз мысалға ол қыздарда жұмыс жасағысы келеді, оның талабы, оның ниеті маңызды. Ол адамның білімі бар ма, қазір фундаменті бар ма, жоқ па емес, ол адам ниеті маңызды. Қандай ниетпен? Бұл өте маңызды, өйткені ол ары қарайғы жұмыстың нәтижесіне, берекесіне, жүруіне немесе тоқтауына әсер етеді. Мысалға қыздар келеді кейде, мен декреттік өмірден шаршадым, мен жаңағыдай күйеуіме бір нәрсе дәлелдегім келеді, ана енемнің көзіне күйік болмай, ана жерден қашып құтылғым келеді, надоело үйде отыра беріп деген сияқты ниетпен, сондай қашып выживаниемен келген кезде, ол ондай ниетпен келген бірінші адам сол выживанияның энергиясымен определен бір деңгейге жетуі мүмкін да. Бірақ содан кейін выгорать етіп қалады, кішкене жеткеннен кейін. Сондықтан егер де мінекей мен осыған дейін, яғни ол адам не істеп тұр, оған дейін отырған, жасаған қызметі, баласына арнаған уақытын бәрін құнсыздандырып тұр. Или проблемадан қашып тұр. Қарым-қатынаста, неде, коммуникацияда проблемалар бар, соның бәрін қашып тұр да. Осымен жаппақшы. Ондай кезде ол проблема, ол түбі әсерін тигізеді. Сондықтан бірінші кезекте мен ондай қыздардың сол ниеті, состояниесімен жұмыс жасаймын. Бірінші сол ниеттерін, калибровкасын дұрыстап реттеп аламыз. Қандай, егер де сол қарым-қатынаста немесе проблема болса, бірінші соны шешіп аламыз. Өйткені ол шешілмей, оның фокусы да, оның жаңағыдай ішкі күйі де реттеліп, ана сен берген миллион инструмент, миллион білім, оған лайфхак бер, істемейді оны, істей алмайды оны қажетті деңгейде. Ми бос емес наяқта. Ол сенен кездесуден шығады, үйіне барады, ана атмосфераға түседі, бітті, оның ми бос емес та. Сондықтан бірінші соны реттеп аламыз, қараймыз, ниетін дұрыстаймыз. Яғни ниет біреуге бір нәрсе дәлелдеу, проблемадан қашу, немесе жаңағыдай ситуациялардан қашу емес. Алла тағала маған да потенциал берді ғой. Мен де бұл өмірге жай келген жоқпын ғой. Мен де басқаларға пайдалы бола аламын ғой. Соның ішінде менің қандай ресурстарым бар, мен соларды қалай қолдана аламын тиімді. Қалай өзімнің қабілет ресурстарымды монетизациялай аламын деген ниетпен келтіріп соған, сосын ары қарай жұмыс жасаймыз да. Демек, ниетті де өзгертіп аламыз дейсіз ғой, иә? Үйтпесек жұмыс жүрмейді. Өйткені айтады ғой, сендердің түпкі нәтижелерің бастапқы ниеттеріңнің қарымына сай дейді. Сондықтан қарымына аласыңдар деп тұр ниеттеріңнің. Сондықтан ол келуі мүмкін жаңағы нәрселермен. Олай ниетпен де келсін білмесе, бірақ бір реттеп алғаннан кейін маған да оңай. Ол үшін ғана емес, ол өзім үшін де. Өйткені ол мен мына жақтан күштеп айтам, жаным салам, не істеймін, бірақ анада ол отырады, бірақ оны түсінбейді да, одан екенін. Менде результат жоқ, анау мынау деп мен қиналамын. Сондықтан жауапкершілікті өзіне қайтарып, білдіріп, жұмыс нәтижелі жүру үшін керек ол. Нөлден бастап келе берсе болады. Енді қарым-қатынас деп айтып қалдық. Мен сізді танығанда сіздің бүкіл шешімдеріңіз жолдасыңызбен жасалатындығын, тіпті отбасылық стратегияда жасалатындығын көріп жатырмыз да. Сіздердің отбасыда шешім шығару
мысалы сіз өзіңіз қабылдайтын да шешім болады, менің түсінгенім көргенім бойынша, және жолдасыңызбен ақылдасатын да шешім болады. Қазіргі қоғамда біз түсінбей қалдық, күйеуімізді тыңдаймыз ба тыңдамаймыз ба, немесе ақшамызды береміз ба бермейміз ба. Осыған байланысты бір өзіңіздің лайфхактарыңызбен бөлісіңізші. Сізде өзіңіз шешім қабылдайтын кездерде болды, мен көрген, және жолдасыңызбен ақылдасатын да кездер болды. Қарым-қатынасты, балансты қалай ұстайсыз? Ол да сөйлесу ғой, Гүлзок, коммуникация. Бәрі коммуникацияның шеңберінде шешіледі. Бізге енді бәрі бір мезетте сондай болып кетті деп айтпаймын. Бұл да білім, және әрқайсымыз мына тұлғалық даму, өзіміздің жаңағыдай білім алудың барысында, пісірудің барысында әркім өзінің тұлғалық дамуымен жұмыс жасап жатқан кезде қарым-қатынаста сапасы көтеріле берді. Содан кейін біз екеуміз де жаңағыдай коучинг, халықаралық коучинг мектебі бірге оқыдық. Сол кезде біздің қарым-қатынаста үлкен скачок болды кәдімгідей. Біз уже бір волнада, бір кәдімгідей бір тілде сөйлесе, мүлдем, яғни бұл коммуникация екен да. Келісім арқылы, сөйлесу арқылы, кімнің границасы қай жерге дейін, кімнің құндылығы қандай, жаңағыдай менің беретінім не, алатыным не, соның бәрін өлшеген кезде әлде қайда комфортны. Яғни бір-бірінің жаңағыдай шешіміңді, шекараңды құрметтеу, қолдау білдіру, ниеттің дұрыс болуы, сондай кезде әлдеқайда оңайда. Ал енді бір-біріне бірден кейін дәлелдеу, не болмаса әр нәрсенің астарына бірдеңе іздеп отырса, ол қиын әрине. Әйел адамға сол жаңағы айтып жатқаным сол ғой, Гүлзок. Егер де отбасында бір мәселелер шешілмесе, әйел адам кәсіпте даму өте қиын болады. Әр әрекетімен ол кекілжің, бірдеңе, анау мынау өзіне қабылдау деген сияқты қиын болады да. Ал қашан сол жағын шешіп алған кезде әйел бір еркін қимылдай бастайды. Ал кәсіпте еркіндік, кейбір нәрседе тез шешім қабылдау, немесе сенің жолдасың сені 100% бір қолдайтынын түсініп, сезініп тұру, не болмаса кейбір нәрселердің құндылығын коммуникация арқылы дұрыс жеткізу деген нәрсе өте маңызды. Әйелдің дұрыс жеткізуі, дұрыс сөйлесе алу да маңызды да ол жерде кейбір нәрселерді. Енді кейбір жандар былай айтып жатады да, мысалы күйеуім өзгергісі келмейді, болмаса күйеуім мені түсінгісі келмейді, өзім өзгере берейін ба, оқи берейін ба, дами берейін ба дейді да. Сондай адамдарға қалай айтсақ болады? Қандай кеңес бересіз? Біз оның қойып отырған сұрағының өзі, біз өзімізден басқа ешкімді өзгерте алмаймыз. Осыны ұғынып алу керек та. Өзімізден басқа ешкімді біз өзгерте алмаймыз. Бірақ мына кез келген, мына қазір екі затты қояйық, мен мына кітапты қазір былай ұрсам, оның инерциясы міндетті түрде ана кітапқа барып әсер етеді. Сол сияқты екеуі бір отбасы, бір жоба, екеуінің мақсаты бір бара жатқан, және екеуінің біреуі сондай бір үлкен өзгерістер, трансформация өзгеріп жатқан кезде анаған әсер етпей қоймайды. Бірақ жаңағыдай қателік неде? Біз сәл біліп алып, сәл өзгеріп алып, сен бірден талап ете бастау. Ондай кезде керісінше кері реакция жүреді. Баланс бұзылады, Баланс бұзылады, кері реакция жүреді. Өйткені біреуді біреу өзгерткісі келіп жатыр, насильно требовать етіп жатыр, талап етіп жатыр да. Яғни тіпті білім алудың ниеті мен күйімді өзгертем болған болуы мүмкін да. Оны алып тастап, бірінші кезекте біз немесе мынандай бар да, қыздарда көп жағдайда күйеуім өзгермей жатыр деп айтады да. Мен айтам, күйеуіңді сен не істедің, қандай әрекет жасадың? Вот мен мынандай подкаст көрдім, соны көр деп айттым, соны жібердім, мынандай тренингқа барайық дедім, бармаймын деді, мынандай дедім, бүйттім деді. Сондай да. Тек қана жүріп бүйтейік, сөйтейік мынандай. Бірақ бірінші кезекте ол адамға одан қандай пайда алатынын да түсіндірмеген да. Қандай выгода бар екенін түсіндірмеген да. Ол оған барса не алатынын түсіндірмеген. Барайық, дамайсың, өзгересің. Ол түсініксіз нәрсе оған да. Ер адамға бір әрекет жасау үшін оған точка Б-сы, ол алатын нәтижесі түсінікті болу керек. Соны көру керек бірінші. Выгодасын алу керек та. Екінші, бұдан да маңызды нәрсе мен айтам да. Жарайды, сен жасапсың, айтыпсың. Бірақ бір рет болсын намазыңнан кейін сен жолдасың үшін шын жүрекпен, жүрегіңді қосып тұрып дұға жасадың ба деймін ғой? Жасамайды. Тек талап етеді. Мен айтам енді, ал енді сенің жолдасыңның жүрегі, оның жаңағыда бүкіл санасы кімнің қолында? Сенің қолыңда ма? Кімнің қолында ол? Алланың. Алланың қолында.
онда сен оның заводской настройкасын өзгертетін жаратушысына барсай бірінші соған айтсай, Аллахым, өзгерген қалай мынандай болған, оны сенен басқа ешкім өзгерте алмайды. Өтініш сен ғой оны жаратқан, мен емес. Сен оның иесісің. Ол сенің құлың, менің құлым емес ол. Сен ғана өзгерте аласың, өзгертсең. Маған мына жерлерін бұрап берші, пожалуйста. Былай болсыншы. Содан кейін әрекет, коммуникация. Сұрақ қою арқылы құндылығын жеткізу. Екеуміздің арамызда мындай болған қалайым, былай болса күшті болатын еді, мынаны жасашы емес, дамымай отыра бересің. Көрсе ана подкастты. Сен-ақ осы ылғи артқа тартасың емес та. Солай құндылық жеткізген кезде, бірақ бірінші кезде айтпауы мүмкін, келіспеуі мүмкін, бірақ ақырын бір рет айтады да, бір рет отказ бергенін күйеуіне қарсы факт ретінде қолданады ғой. Ой, сен сондайсың, өмір сүйтесің, сен артқа тартасың. Сон жаңағыдай біз сияқтыларға жаловаться етуге шығады. Мені мен кереметмен дамып сүйтіп атырмын да, бірақ күйеуім дамығысы келмейді, не істеймін? Сөйтіп не істейді. Енді ойла, бір сұрақ та қою керек та, неге күйеуім дамып кетсе қандай қорқынышты нәрселер болуы мүмкін? Кейде қыздар тілдерімен айтады да, жүрекпен, мимен күйеуінің дамып кеткенін, оның жаңағыдай табысқа ие болғанын саналық, бейсаналық түрде қаламайды. Өйткені оның қорқыныштар тұрады артында. Өйткені кейде андай болады, мен ақша тапсам, жасасам, контрольда ұстағысы келеді, билікті алғысы келеді, билік жүргізгісі келеді. Кейбір қыздарда, кәсіп еттім ғой, неше түрлі ниет болады деп, кейбір қыздар свобода, өзінің қалайды. Соны сатып алу, соны алғысы келеді, контроль жасағысы келеді, яғни шарт қойғысы келеді, өзінің сөзін өткізгісі келеді. Сәл ақша тауып бастағанда негізі өкінішке орай бізде әйелдердің сол бір кемшілігіміз, біз контрольді ала бастаймыз, управлять ете бастаймыз, басқара бастаймыз, содан баланс бұзылып, қарым-қатынас бұзыла бастайды содан. Машаллах, рахмет әпке. Осындай тегін ақпараттар өте көп, әпке. Ал егер ер азаматтар сізбен жұмыс жасағысы келсе, сіз жұмыс жасайсыз ба? Қай жағынан? Мысалға, өз брендіңмен өнім шығару бойынша наставничество болса, жұмыс жасауға болады. Ал енді жаңағыдай кәсібін масштабтау бойынша. Кәсібін масштабтау, стратегиялық сессиялар жасап бере аламын. Өзіне жеке арнайы стратегиялық коуч құрал бар. Стратегия атты коуч құрал, ол туралы айтамын. Бұл мен әлі еш жерде айтпаған жаңалығым. Давайте сонымен бөлісіп кетейік та, әпке. Ең басты мен қойып жатырған сұрақтардың ішінде шығара алмай жатырған жерім осы жер ғой міне. Мен енді сол тағы да ізденіс қой. Ары қарай енді менде галып бойынша максимайзер алдыңғы орындарда. Ең бірінші менде индивидуализация, яғни кез келген нәрседе ол енді көрінеді, ол әр нәрсені уже сен индивидуальны бір несі қарап тұрасың, көріп тұрасың, адам болсын, өнім болсын деген сияқты. Одан кейін стратегия, идея, сосын максимайзер бар менде. Максимайзер бірде көмектеседі, кейде тоқтатады сені, потому что бір нәрсені жасайсың да, үрлей бересің ғой, масштабно ойлай, бүйтіп, бір қарапайым қылып бастап кете саламайсың да. Сізде сол нәрсе көп. Менде бар ол нәрсе. Сондықтан да жаңа оқыған оқулар, мысалы коучингті 2 жыл болды бітіргенімізге, жасағанымызға. Одан кейін халықаралық үлкен ментормен жұмыс жасадық. Сөйтіп ары қарай ізденіп, мен сол халықаралық ментормен жұмыс жасап, оның сол Эриксон коучинг жаңағыдай несі, ол алған бізге берген дипломы, мен ол дипломмен әлемнің кез келген түкпіріне барып, тілді білсем, жаңағыда ресми түрде тіркеліп, коуч ретінде жұмыс жасай бере аламын. Содан кейін оған мен көңілім тағы да дамытамын деп, жаңағы ментордан тағы да алам. Ол ментор халықаралық деңгейде жұмыс жасайтын ментор, және сол үлкен Эриксонның халықаралық ең басты офисі сол кісіні халықаралық деңгейдегі тренер, ментор ретінде бекіткен. Ол то есть бүкіл жаңағыдай бүкіл халықаралық коучтардың менторы, тренері да, сондай. Және сол кісі, сол халықаралық Эриксон мектебі бекіткен бағдарлама, сол негізде жасалған үлкен құралы бар, стратегия. Бір жағына ойын сияқты да, құрал, ол инструмент, стратегия жасайтын өте керемет, оның да бір құндылықтар маған ұнағаннан кейін мен соны игердім. Соның авторлық жағында несін алдым бірінші өзім. Одан кейін барып, оны мен көңілім толмай қоймай мен айттым. Жалпы осы бізде қазір өкінішке орай нарықта коучинг деген сөздердің жалпы сол мағыналардың мағынасын мүлдем өзгертіп жіберді.
біз коуч десе бір адам елестейді көзімізге, және ол жаңағыдай сондай мүлдем басқа нәрсе сөйлей алатын елестейді. адам бәрін коуч деп қабылдап кеттік қой біздер негізінде Иә, қазір. коучинг деген нәрсе шын мәнінде ол өте терең, мүлдем басқа дүние да ол. Мен сол Басқа нәрсе нәрсені да. сізден көріп, енді мен сол нәрсенің сізден шыққанын қалаймын да. Мен өзім осы ютубқа шыққан кезде әпке мынандай бір мақсатым болған, ниет демекші, мынандай бір ниетім болған. Сөйлей алатын адам бәрі сөйлей бермесе екен. Яғни өзінде бар нәрсені, өзінде жасап жүрген нәрсені, өзгелерге қолданып көрген нәрсені бөліссе екен деген ниетім болғанда, сол ниетіме қарай алаң қалаумен сіздер өздеріңіз келіп жатырсыздар да. Қолы давай Гүлсік сен қолдайық деген сияқты алаң қалау ғой. Сол дүниеңізді бөліскеніңізді қалаймын. Иә, ол жерде сол ментор ол енді орыс тілді ғой. Жаңағыдай орыс тілді, ағылшын тілінде жүргізеді. Әзербайжанда аударылған да, мысалы неге жасалған. Сонымен ойлаймын да, неге біздің жалпы біздің қазіргі Қазақ қоғам, кәсіпкерлер, адамдар кәсіби, дұрыс, искажение жасалмаған, андай басқа бағытқа кетіп қалмаған, жаңағыдай дұрыс коучингке мұқтаж да. Сол білімдерге мұқтаж, бірақ оның барлығы басқа тілде неде. Көп біздің қыздарымызға сол барьер болып жатады. Ол нәрсе бүкіл отбасына бәріне керек негізі. Коучинговый мышление ол бүкіл адамға керек, әсіресе кәсіпкерге. Кәсіпкер коуч болып кетпесе де коучинг оқу керек. Иә. Әр кәсіпкер егер де жаңағыдай қиындыққа ұшырап, ылғи пожарды өшіріп жүремін, жаңағыдай қиындық болған кезде ғана жүгіріп барамын емес, қиындықтардың алдын алып, стратегиялық түрде сауатты жұмыс жасап, өзінің ресурсын сақтап отырғысы келсе, оның өзінің жеке коучы болу керек. Ылғи ұзақ мерзімді жұмыс жасайтын. Мысалға шетелдік кез келген мамандарды, инвесторларды, мықты кәсіпкерлерді алшы. Бәрінің өзінің жеке коучы бар. Өзінің жеке дәрігері бар, адвокаты бар, міндетті түрде коучы болады. Коучинг өте терең мағыналы, күшті, керемет дүние да. Сөйтіп мен жаңағы стратегиялық керемет құралды өзім қолданып жүрдім. Қаншама бізден Аслан деген мырза бар, бизнесті жүйелеу, систематизацияны оқытатын, соған келген оқушыларға мен сол мен өтіп жүрдім. Стратегиялық сессия сол құрал арқылы керемет нәтижелер болды. Сонымен мен ойладым, менің бірінші енді құндылығымда енді қазақ қыздары деген нәрсе бар ғой. Басқа орыс тілділерге жетіп жатыр ақпарат. Еркектер бірдеңке қылады, менің уайымым қыздар, әйелдер, әйелдердің сапалы өмірі, олардың дұрыс табысы, олардың состояниесі сапалы болу керек та. Бұл түбінде келгенде бұл да жаңа сапалы өмірге келеді ғой. Сенің дұрыс кәсібің ылғи деп выгорать етіп жүретін болсаң, ол сапалы өмір емес уже. Ондай кәсіп, сен ондай кезде уже кәсіпке құл болып кетесің да. Менің құндылығымда әйел адамға кәсібі қызмет ету керек. Көп жағдайда өкінішке орай бізде керісінше состояниясы да, уақыты да, кәдімгідей соған әйелдер ғана емес, бізде ер адамдар да сондай. Кәсібіне құл болып кеткен да. Кәсібі оған қызмет етпейді. Сөйтіп жүріп бір кезде 50-ден асқан кезде инфаркт, инсультпен кетіп қалып жатады да. Несі сапалы өмір оның? Сондықтан осы құндылықпен мен қыздарға мынау керек деп, сол нәрсені ментормен отырып, үлкен келісімге келіп, үлкен қомақты сумма төлеп, эксклюзивті авторлық қазақ тілінде жүргізуге құқықталдым. Мен осыны білдім ғой. Енді осыны өзіңіздің аузыңыздан естісе дедім да, көрермендер. Және ол Қазақстанда тек қана сізде ғана бар, Қазақстанда, Орта Азияда, қазақ тілінде эксклюзивті ақпарат. Менде ғана бар. Ол және программа жасалды толығымен. Сол менің өзімнің айдентикама, жаңағы лого, не деген сияқты мыналарға сәйкестендіріп, Лаула Академи кәдімгі құрал, ол жерде жай ғана бір не істей салмаймыз, оқыта салмаймыз. Сол халықаралық коучинг, жаңағыдай Эриксон мектебінің бекітілген бағдарламасымен біз коучингтің бүкіл базасын бәрін үйретеміз. Бірге отырып, ментор бәрін қадағалады, бәрін жасады, программасын бәрін жасақтап шықтық. Және сол жерде мысалы келіп оқыған қыздар бірінші коучингті оқиды базасын полностью. Және ол кәдімгідей жаңағыдай қалай консультировать етеді, қалай сұрақ қояды, қалай запростарды орындайды, қалай әрекетке апарады, бүкіл оның жаңағы коучинговое мышление, оның ережелер барлығын өтеді. Мысалға, бірақ мен құрал, сен бүкіл сұрақты бетіп отырмасаң да, олсыз-ақ бетіп жұмыс жасауға болады. Ол жақта өте просто керемет жасап қойғанда. Бірақ біз бәрібір осы фундаментті береміз оларға. Өйткені олны жүргізетін адамдарда адаммен жұмыс істегеннен кейін коучингтік мышление қалыптасу керек.
сөйтіп жаңағыдай стратегия атты коуч құралды қолдарына береміз, сонымен ары қарай ол жұмыс жасай береді. Оның бір кереметі, енді мен білмедім, сен бұны сұрап бұны айтатынымызды айт десе мен алып келер едім. Ол мына бүкіл ол жерде де қараш, мына запростың қаралымы ниеттен басталады. Машалла. Карталар алынады, және ол формат өте ыңғайлы да, адамның қарсыласуынсыз, жаңағыдай миы бәрі санасын ашуға көмектеседі. Және сол жердегі процесс әртүрлі IQ, бір SQ, яғни духовный интеллект, рухани интеллекттің деңгейінде жүреді. Бірінші, яғни ниет анықталады. Одан кейін екінші құндылықтар, ценности дейміз ғой, құндылықтар. Одан кейін жаңағыдай сана интеллекті, ментальный интеллект, одан кейін барып IQ, ол жерде жаңа ресурстар, қандай идеялар бар, одан кейін бәрін возможностьтар дейміз, мүмкіндіктер, соны келеді да, сосын бір кезде реальностьқа түсіреді. Реальность, VQ, энергия, және стратегиямен, әрекеттермен аяқталады. Өте күшті. Енді отзывтардың бәрі осыған дейін мен өткізген адамдарға қазір менде үндеме, ешкімге айтпай, жарияламай, ешкім білмейді, бірақ маған жаңағыдай стратегиялық сессияма келген қыздар, нелер сұрап, қазір менде алғашқы 3 адам деген 3 адам оқып жатыр. Машалла. Аллаға бұйыртса солар алғашқы қарлығаштар. Енді жаңа максимайзерден шығып тұр ғой, көрдің ба, мен бірінші алып, оқытып, олардың бүкіл жаңағыдай кері байланысын алып, оны тағы да жақсартып, мүмкін да, мен енді мүмкін жақсарту керек болып қалады деген нәрсемен. Бірақ қазіргі кезге дейін келе жатырмыз, ондай қажеттілік туындаған жоқ. Қыздардың бәрі риза, бір соңына кішкене қалды жетуімізге, құралдарын береміз, содан кейін барып қана, бәрін көзім жеткеннен кейін ғана жариялаймын деп сөйтіп айтпай отырғанмын ғой, негізі сен бәрін шығарып алдың. Мен парақшамда жақсылап, бір дұрыстап, тағы да сол максимайзер ғой, бәрін бүйтіп дұрыстап тәпіштеп айтып берем ғой деп отырғанмын. Мен просто білемін да, бізде көрермендер болады, нөлден вообще бастайтын. Вот солар дұрыс баспалдақтан бастаса деген ниетім бар да, біріншіден. Екіншіден мынандай жандар бар, белгілі бір деңгейге келіп тұрып қалады. Олар уже қайда баратын, не істейтінін білмейді. Оқыған, анандылған, мынандылған, бірақ не получается, болмай жатыр. Вот сондай жандар бар да. Одан кейін бір анандай состояние болады, мен өзімде болған состояние, бір күшті жерге жеттің, бірақ бірдеңе болайын тұрған сияқты, но қай жақтан не болайын тұр, көрмей тұрасың. Иә, көрмей тұрасың да, но білесің, что-то саған жетпей тұр, мына жер тар болып жатыр деген сияқты нәрсе бар да. И сондай деңгейдің барлығына көмектесе алатын дүниені мен осы жерден көріп тұрмын да. Сол үшін мен бұл бәрін сұрап сізден шығарып алып жатырмын барымша. Иә, Гүлзок, шынымен құндылық деген нәрсе мен үшін өте маңызды. Өйткені құндылықтарыма сай келмегеннен неше түрлі үлкен масштабты жобалардан бас тартқан кезімде болған. 2016 жылы біз Геннадий Головкин білеміз ғой, енді Triple G бәрін. Соның командасымен және бір компания, мен инициатор болып бір неде жоба жасаймыз. Геннадий Головкиннің брендімен су шығару. Су, минералды жаңағыдай сусындар және кәдімгі судан басталады, су деп басталады ең бірінші. Сонымен жоба жасалады, барлығын екі жақты қосып, коммуницировать етіп, бүкіл проект кәдімгідей біраз жолға келіп, реттеліп, сосын олар линейканы дамытады, судан бастап ары қарай. Сөйтеді бір кезде кәдімгі ішетін судан емес, энергетиктан бастайтындарын айтады. Жаңа компания энергетик, яғни Triple G-дің брендімен, атымен энергетик шығарамыз деп, енді спорт не деген сияқты. Сол кезде маған қиын болды, кәдімгі үлкен таңдауға. Мен ана жерде қанша еңбек еттім, не істедім. Мен сол жобада жаңағыдай доляда тұрмын, сол жобада үлескермін, тұрмын, бірақ бас тарттым. Өйткені мен құндылығыма сай келмейді. Ол жерде мен жолдасымның да үлкен сонда рөлі болды. Шынымен де қазір мен сол кезде бас тартпай, шында да сол кезде бір көптеп ақша келуі мүмкін еді. Бірақ береке басқа жағымен кетіп қалуы мүмкін еді. Ертең оған жауап беретінің, энергетикті шет, энергетиктің білеміз, бәрібір денсаулыққа зияны бар. Біреудің денсаулығына бірдеңе болып жатса, ертең бәрі менен де сұрау болады. Өзімнің бала шағамның денсаулығынан сыналып қалар едім деген сияқты ғой. Сөйтіп бас тарттым, бірақ жүрегім тыныш болды қайта. Қазір есіме алсам қуанам да. Егер мүмкін мен сол жобаны қабыл алып істеп кетсем, мүмкін қазіргі реальностьтің болмас па еді. Қазір басқа бағытта жүретін бедім. Әлі сол, өйткені бір нәрседен бір жақсылыққа барсаң, және бір нәрседен бас тартсаң,
алланың разылығы үшін енді бұл Қарым бәрібір тасың енді аласың. сен бәрібір енді түбі біз арғы жағымызды да ойлап тұрмыз ғой, ертең қалай болады, сұрау қалай болады деген дүниені. Алла тағала күтпеген жерден шығатын жол ойламаған жерден ризық береді деген нәрсе бар да. Шынында да кейбір қазіргі болып жатқан дүниелер, мен ойлаймын, сондай бір шешімдердің де берекесі ма деп. Негізі бір қате шешім өзінің артынан миллион қате шешімдерді алып кете береді, берекені алып кетеді. Ал сондай кезде тартып бір жасалған дұрыс шешім ары қарай өміріңе береке кіргізуі мүмкін, басқа шешімдердің дұрыстауы мүмкін. Сондықтан кез келген адамға, кәсіп бастағысы келетін қыздарға айтатыным, ең бірінші кезекте табатын ақшаны емес, құндылықты. Маңызды. Түбінде одан сіз не аласыз, сауап аласыз ба, күн аласыз ба? Соны ойлаңыздар дейтін. Енді менің көрермендерім сізге қалай хабарласса болады, бір комментарий жазғызып, бір менің жеке парақшама шықсын, ассистентім отырады. Сілтеме қоямыз сілтеме Инстаграмға. болады Инстаграмға. Жекеге шықса да мүмкін, не болмаса ассистентім номерін қалдыруға да болады. Биоға жалпы мен парақшама кірсе әйтеуір байланысқа шығады. Онда былай жасайық та, құрметті көрермендер, бүгінгі подкаст енді өте керемет болды, құнды білімдерге толы болды. Өзімнің алған білімдерімді тегін бөлісіп кеткенде мен таңғалып отырмын. Себебі енді білу бір бөлек, оны жасау бір бөлек қой әпке. Всегда соны мен айтып жүремін да. Көп рахмет, алтын уақытыңызды бөліп, ашылып, шынайы барлығын ұстап қалмай бөлісіп жатырғаныңызға, еш жерде айтылмаған эксклюзивті ақпараттарды беріп жатырғаныңызға, жаңалықтарды беріп жатырғаныңызға, және де мен осы көрермендерім үшін сұрап алып жатырған Лаура ханымның инстаграм парақшасын қойып кетейік төменге. Сіздер сол жақтан осы айтылған дүниенің барлығын нөлден бастайтын баспалдақ керек болса, бір жерде тұрып қалып деңгейіңді көтергің келсе, болмаса қазіргіден жақсы бір масштабқа шығу, өзіңіздің жеке брендing бойынша жұмыс жасау керек болса, Лаура ханымға хабарлассаңыздар болады. Одан бөлек біздің подкасттың спонсоры Queen Life компаниясы, осы Queen Life өнімдерін алу үшін парақшаға тіркеліп, лайк басып, жақсы бір комментарий жазу. Одан бөлек біздің енді қонақтарымыз мынандай нәрсе жасайды әпке. Тегін не бере аламыз? Сіздің атыңыздан. Не берейік? Бір давайте былай жасайық әпке. Бір өздерінің сұрақтарын қойсын да. Енді әр жанға мен былай айтатын едім. Біреуге мен жақын болып тұрам. Олар менімен сөйлескенді қалап тұрса, біреуге сіз жақын болып тұрасыз. Мен де сол сияқты сізді көптің арасынан таңдап алдым ғой. Сіз маған жақын болған үшін сіздің түсіндіруіңіз, көзіңіз, өзіңіз сөзіңіз ұнағаннан кейін де сол сияқты, жалпы сол сияқты бір өзімде осындай сұрақ болып тұр, Лаура ханым, шешімін білмей жатырмын деген бір сұрақ қойсыншы оқырмандар. Солардың арасынан өзіңізге ұнаған бір сұрақты тауып, сол сұраққа жауап бере аласыз ба? Лично сол адамға. Енді жаңа айтып жатсың ғой, қыздарда қалай не деген сияқты. Ең бірінші келген қыздарға мен стратегиялық сессияны ұсынамыз. Стратегиялық сессия 2 сағат жүреді. Бағасы да қолжетімді. Неге енді ол 2 сағаттық менің сағатыма ол өте арзан баға деп қояйыншы. 195 мың теңге. Офлайн не онлайн жасауға болады стратегиялық сессияны. Сол жерде жаңағыдай бүкіл бәрін ақтарып нені жасауға болады. Ол қалай? Мүмкін ол адамға жаңағыдай коучинг керек емес, басқа нәрсе керек шығар. Мүмкін оның бір бизнесі, дүниесі бар, оған бір соған қарай керек шығар. Бизнесіне стратегиялық сессия керек шығар, иә? Бизнеске бағытталған. Не болмаса біреуге сен сияқты біреу өзінің брендімен мынандай өнім шығарғысы келетін шығар. Оның ол білесің ғой, оны да нөлден бастап кәдімгідей жаңағы нарықты зерттеу, лого, құрам, не тіпті өндірушіні тауып беру, келгеннен кейін сатылымның стратегиясы деген сияқты бәрін басынан бастап аяғына дейін ғой. Сауатты кәсіп жасап, официально дегенде қалай айтатын едік? Ресми түрде кіргізу. Сауатты кәсіп жасап, ресми тұрғыда кіргізуге дейін көмектесіз ғой сіз. Бұл енді мынау туралы біз бөлек бір тақырып керек сияқты, өйткені оның астарында өте көп. Қазір енді көріп жатырсың, көпшілігі осы өзінің өнімін шығаруға бағыт алып жатыр да, бірақ көптеген қателіктер бар, білмеушіліктер бар, күйіп қалып жатқан қаншама адам бар да. Сондықтан бұл нәрседе сен көбісі мынандай ғой Гүлзок, бір осындай білімдерге шығын деп ойлайды да, сөйтіп сол жерден қателеседі. Яғни керісінше ол сені болашақта қаншама одан үлкен пәленбай шығыннан сақтайтын, және сен мысалға өзің жолың жүрсең бүйтіп жаңағы велосипедпен кетіп баратқан жеріңнен алып өзінің вертолет самолетына мінгізіп алып кетіп сондай бір ол жерде жылдамдық бар, уақыт үлкен ресурс та. Соны түсінбейді ғой көбісі, шығын деп ойлайды. Сосын ана тәжірибеде қаншама өзінің қателіктерінен қаншама шығындалады.
сәтсіздіктер болады, сөйтіп барып келіп жататындар болады да. Олай жасамай стратегиялық сессияға келіп, ол жерде мысалға ол келген жанның қандай ресурстары бар, қандай білімдері бар, сол нәрседен оның сол дүниелерінен не нәрсе монетизациялауға болатын шығарып береміз. Міне сенде мынау бар екен, мынау бар екен, мынау екеуін қоссаң былай деп, кәдімгідей сол тұрғыда қандай ресурстар бар, соны монетизациялауға кәдімгі жолын, стратегиясын жасап береміз. Ары қарай енді ол өзі біледі, ол менің наставничествомды алғысы келе ме, алғысы келмей ма, менторство керек па, керек емес па, ары қарай оны өзі шешеді. Алмаса да болады. Жаңағыдай мүмкін сол жасалған стратегиядан ары қарай кетіп, өзі монетизация жасап, жаңағы ресурстарын жұмыс жасай беруі мүмкін. Жақсы табысқа жете алады. Иә. Енді сондай сұрақ қойған жанға, онда стратегиялық сессия деген ол жеке өтетін, индивидуалды өтетін дүние да. Жалпы сол туралы не болмаса бір уақыт арнап, бір қиын болып кете ма, зумға мысалы кім кіргісі келеді, зумға кіргізіп сұрақтарына жауап берсем болады. Бәрін жинаймыз ба? Қиын. Неше адам жинаймыз? Сізге қиындық келмейді. Мүмкін бір адаммен жасайсыз. Формасын іздеп жатырмын ғой. Бұл да енді қазір сұраққа жауап беремін деймін. Мен қай жерде жауап беремін, қалай жауап беремін? Мүмкін былай жасасақ, бір жанды алып, осы стратегияны тегін берсек сізге қалай? Стратегиялық сессияны ма? Онда бір оған шарты болсын, біз бір жеңімпазды қалай анықтаймыз, жеңімпазды анықтау үшін ол осы подкастты көрсін, өзінің бір инсайтын парақшасында бөлісіп, сіздің Лаура Сейітбек парақшасын және Лаура Сейітбек парақшасын және Queen Гүлзок парақшасын отметка жасасын. Және міндетті түрде осы YouTube подкасттың сілтемесін қалдырсын, стористе. Шарттарын айта кетейін. Міндетті түрде осы подкасттың астындағы YouTube'тағы комментарийге жазсыншы өзінің инсайтында. Яғни ең керемет инсайт алған, шынымен уақытын, энергиясын жұмсап, бір барынша керемет комментарий жазған адамның ішінен таңдаймыз. Сосын жаңағы шарттарды орындады ма, сторисқа бөлісті ма, парақшаларды белгіледі ма, подкасттың сілтемесімен бөлісті ма, қарайық. Ал негізгі шарт жаңағы осы YouTube'та комментарийдің астында өзінің инсайтын жазсын. Машалла, қандай керемет. Сіздер үшін арнайы 195 мың теңгені сұрап алдым Лаура ханымнан. Сол себепті енді бұл біз тегін ақпаратты бөлісіп жатырмыз. Тіпті сізге өзіңіздің инсайтыңызды бөлісіп, парақшаларда отметка жасап, осы YouTube каналының сілтемесімен өзіңіздің сторисіңізді бөлісетін болсаңыз, сол сізді жеке 195 мың теңге тұратын стратегияны әпкет жасап беретін болады. Лаура ханым стратегияны жасап беретін болады. Келесі подкастта кімді көргілеріңіз келеді, соны да комментарий жазып отырсаңыздар болады. Лаура ханым, сізге көп-көп рахмет. Менің енді жақын бір әпкемдей болып кеттіңіз. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге мен қатты ризамын. Мен де құрғылға келген жоқ. Мен саған өзім айтып отырған жақсы көретін Лаулайнның өнімдерін ылғи сен қолданушысың, мен өзім сатып аласың. Бірақ әдейі саған мінекей. Рахмет, Алла разы болсын әпке. Білмеймін, өзің оқырмандарыңа мүмкін сыйларсың, өзің аларсың. Жоқ, мен сыйлықты сыйламаймын, өзім аламын. Мен тұрақты клиентімін, мен әрқашан оптым сатылады ғой сіздерде. Бокс кезінде мен көбірек алып қоям. Және үйге келген жақындарыма міндетті түрде бөлсем. Мен жақындарым барлығы Лаулайның тұрақты тұтынушысы. Мен көрермендеріме де кеңес беремін. Бұл қыз-келіншектердің денсаулығына арналған жақсы өнімдер алып бір рет тұтынып көрсеңіздер, тұрақты тұтынушысы болатындарыңызға мен гарантия бере аламын. Алла разы болсын сізге алтын уақытыңызды бөліп. Осы жобаңа Алла берекесін берсін. Шынымен де бізде кәсіп туралы, осындай бағыттар туралы шынымен подкасттар өте жоқ. Сен тіпті қыздардың арасында алғашқысы сияқтысың, былай қарап тұрсам. Алла ниетің қарымын берсін. Алла қаласа осы подкастты көріп қаншама қыздар сауатты, дұрыс, біліммен, жаңағыдай шынымен әйел табиғатынан асып кетпейтін, өзінің табиғатына, болмысына, фитрасына сай осындай бизнесті жасап, қабілетін ашып, оны монетизациялап, Алла тағала нығметтерін одан сайын көре беруіне Құдай қаласа себепкер болып, Алла бұйыртса ертең алдыңнан тау сауап болып шықсын. Өйткені подкаст деген бәрі ойлайды бір оңай деп. Ол қып-қызыл шығын подкаст дегенде кәдімгідей да. Әр сағаты, басқасы, монтажы, еңбек бұл нәрсе. Сондықтан ең жоқ дегенде лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер Гүлзокқа. Және осындай бір құндылықтардың таралуына себепші болған әрбір оқырман да сол сауапты ала алады деп ойлаймын. Сондықтан сіздер де Гүлзокты қолдап, подкастын барынша бөлісіп, осындай қыздардың кәсіпте
табысқа жете беруіне себепкер бола беріңіздер. Құтты Рахмет. болсын жоба. Рахмет әпке, Алла разы болсын. Құрметті көрермен, парақшаға, каналға тіркеліп алыңыздар, лайк басыңыздар, және келесі осындай бір жақсы Қазақстандағы танымал қандай тұлғаны менің подкастымнан көргілеріңіз келеді, жазып кетіңіздер. Лаура ханым, менің де сізге сыйлығым бар. Біздің подкастымыздың спонсоры Queen Life компаниясы осы өнімдер ерлерге және әйелдерге арналған, өзіңіз құндылығын түсінетін өнімді сізге сыйлыққа бергім келеді. Бұл өнімді мен формула кезінен білемін ғой. Формуласын бірге жасаған. Бала кезден деген сияқты, эмбрион кезінен деген сияқты мен формула кезінен білемін ғой. Бұны бәр бүкіл этапында өзім болған. Керемет құндылығы бар дүние. Қыздар формуласына биотин бар құрамында, арган, кератин бар. Кәдімгідей қазір қыздардың бәрі шашына кератин жасатып алатын болды ғой. Кератин жасатқан қыздарға халал сертификаты бар. Құрамында витаминдері бар. Мен қыздарым қазір осыны қолданады, өте керемет. Және құрамы ең бастысы органикалық, химиялық заттарсыз, жасанды синтетикалық эстрогенсіз. Өкінішке орай қазір бізде барлық шампуньдарға жасанды эстроген қосады, ол ағзаға түседі, шықпайды. Мысалы көп болып, содан мысалы әйелдерде неше түрлі миома, киста, эндометриоз орын алып жатыр. Ал қыздарға ол ерте жыныстық жетілу, ал ұл балаларға ол кәдімгідей тестостерон төмендеуіне алып келеді. Сондықтан құрамы таза, осындай халал сертификаты бар. Түгелде органикалық өнімдерді қолдануды тоқтатпаңыздар, қолдаңыздар керісінше осындай өнімдерді. Рахмет үлкен. Менде үйде бар, мен неде запаспен қанша алып қойғам. Алла қаласа, артықты кетпейді ғой. Игілігіңізге пайдаланыңыз. Және де осы спонсорымыздың атынан комментарий жазған жандарға да инсайттарыңызбен бөлісіңіздер. 3 жанға өздеріңізге арнайы ерлерге немесе әйелдерге деп таңдап алсаңыздар болады. 3 жанды таңдап осы комментарийдан Queen Life өнімдерін сыйға тартатын боламыз.